Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, бүгін сіздерге ақпараттық коммуникациялық технология пәнінен 4-ші сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алу қажеттігін көрсететін боламыз. Ол үшін Google немесе Яндекс іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп тересіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де КМЖ бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, тіркелу батырмасы арқылы сайтымызға тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасы арқылы ақпараттық коммуникациялық технология пән, яғни АКТ пәнін таңдайсыз. АКТ пәнінен 4-ші сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басасыз да өзіңізге қажетті сынып бойынша презентацияны және КМЖ-ны таңдайсыз. Құрметті ұстаз, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін балансыңыз бірден алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болса, Каспий Кз қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп тересіз де өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті балансты толықтырасыз. Төлем жасалынған КМЖ-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Ал жүктелінген КМЖ сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаз, сіздердің алдарыңызда 4-ші сыныптарға арналған ақпараттық коммуникациялық технология бойынша 4-ші бұйрықтың 7-ші қосымшасының негізінде жасалынған КМЖ үлгісі. Бұл КМЖ-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын КМЖ-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!